Өзің естен шығарма, өзгеге де ескерт. Петропавл жастары маска тағыңыз атты акцияны қолға алды. Осылай деп белсенді жастар түрлі түсті бояумен жол үстіне жазды. Ерекше шара облыс орталығында алғаш рет ұйымдастырылуда. Жастардың бастамасын Алтынай Ғазиқан көріп қайтты. Кейде асыққан сәтте маска туралы ұмытып кететініміз рас. Сондықтан еріктілер тұрғындарға бетперде тағуды осылайша еске салмақ. Мұндай жазулар қаладағы адамдар көп шоғырланатын орындар мен жаяу жүргіншілер жолына жазылатын болады. Акцияға белсенді жастар тыңғылықты дайындалған. Олар бүркіш бояу мен трафареттерін алып, қаланың орталық көшелерінде маңызды жазба қалдыруды бастады. Еріктілер әуелі ерекше белгіні Жұмабаев пен Сүтішев көшелерінің қиылысында таңбалады. Кейін Рахмет сауда үйіне қарай бағыт алды. Бұл акция өзіңе және айналадағы жандарға жанашыр болып, індеттің өршіп кетуіне жол бермес үшін өткізіліп жатыр дейді облыстық жастар бастамалары орталығының маманы Әл-Фараби Мыңбай. Жалпы алғанда біз қазіргі таңда мына көше бағдаршамдардың қиылыстарына, өйткені кезекте тұрған кезде адам жасыл жанған свет күтіп тұрған кезде енді жан-жаққа қарайды. Сол кезде кейбіреулер ұмытып кеткен жағдайда көз алдында тұру мақсатында және де бүкіл қаламыздың тұрғындарына осы маска тағуды ұмытпаңыздар деген мақсатта жасап жатқан акция. Айта кеткен жөн, Қызылжарда мұндай акция алғаш рет өткізіліп отыр. Солтүстік қазақстандық еріктілер қолға алған бастама қала тұрғындарының көңілдерінен шығуда. В связи с усилением карантина... Қалада шектеу шаралары күшейтілді. Міндетті түрде маска тағу керек. Бірақ тұрғындардың көбісі мұны ескермей жатады. Жерлестеріміздің денсаулығына алаңдап, осындай акцияны өткізіп жатқан жандарға алғысым шексіз. Адамдардың денсаулығын сақтау мақсатында жасалып жатқан әр істі қолдаймын. Мұның барлығы адамның өмірін сақтауға ықпал етеді. Жанашыр жандар қаланың орталық көшелерінде маска тағыңыз деген 10-нан астам жазу қалдырды. Алдағы уақытта жалынды жастар облыс орталығының барлық көшелеріне осындай белгі салуды жоспарлап отыр. Алтынай Ғазиқан, Жұлдызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна.